Қаракесек Есенгелдінің Айтқұлынан дараған үлкен әулеттің шежіресі. Атамыз Дәулетбай, Дәулетбай баласы Таңбаш, әжеміз Орманкүл. Таңбаш баласы Тұрғанбай 1932 жылы дүниеге келіп, 1990 жылы қайтыс болған. Анамыз Тайбержан қызы Салтанат 1935 жылы дүниеге келіп, 1977 жылы 42 жасында қайтыс болған. Жалған дүние-ай, дүниеге келген бауыр еті балаларының қызығын көре алмай кетті. Аллахтың ісіне не шара? Әкеміз Машинбай баласы Нағашыбай 1902 жылы Қазалы ауданында дүниеге келген. Қарапайым, ағайын туғанға мейірімді, қиын кезеңде қолдан келген көмегін аямаған. Соғыс жылдарында әскердегі жауынгерлерге тонналап балық жіберген. Өзі сол кезде балық қабылдап, оны өңдеу телімінде жұмыс атқарып жүріп, тылдағы жасаған елеулі еңбегі бағаланып, төс медальмен марапатталған. Қазір Қазалы кентіндегі Жеңіс паркінде ер есімі ел есінде атты тақтасында әкеміз Машинбай баласы Нағашыбайдың аты жазылған. Әкеміз 1998 жылы 96 жасында дүниеден озды. Анамыз Қалила қызы Зарухан 1913 жылы Арал ауданында дүниеге келген. Сол ауылдың дүкенінде жұмыс жасаған. Көп бала дүниеге келіп, Батыр ана алтын медалін алған. Батыр анамыз 7 ер бала, 2 қыз баланы дүниеге келген. Анамыз 1988 жылы 75 жасында дүниеден озды. Балаларын үлгілетіп тәрбиелеп, жақсы азамат қатарына қосқан. Нағашыбай баласы Жиеней 1949 жылы дүниеге келген. Жүргізуші қызметін адал атқарған. Кішіпейіл, қамқоршыл, кішіге аға, үлкенге іні бола білген адал азамат еді. Оның алда алар асулары мен бағындыратын белестері көп еді. Жалған дүние, небәрі 31 жасында 1980 жылы дүниеден ер тозды. Артында 2 ұлы, 1 қызы қалды. Қазір бәрі ер жетіп, үлкен азамат қатарында. Нағашыбай баласы Жолдас 1955 жылы Қазалы кентінде дүниеге келген. Құрылыс саласында адал жұмыс атқарған. Смажал арамыздан 1992 жылы 37 жасында алып кетті. Артында 2 ұл, 2 қызы қалды. Балаларының қызығын көре алмай кетті. Нағашыбай баласы Жалғас 1952 жылы Қазалы кентінде дүниеге келген. Бала кезінен еңбекке бейім, қандай жұмыс болмасын, жауапкершілікпен қарайтын. Сондықтан болар, ол 17 жасынан бастап теміржол саласына тиесілі жұмысшыларын жабдықтау мекемесінде әр саладағы жұмысшы қызметінен бастап, жауапты лауазымға дейін жоғарылап, өз жұмысына деген адалдығы бағаланып, өз қызметінің үздігі медаліне ие болған. Өзі бауырмал, кішіпейіл, жора жолдасқа, ағайын туысқа мейірімді жан еді. Амал қанша, Бауырымыз 1999 жылы небәрі 47 жасында дүниеден озды.
Артында 3 ұл, 3 қызы қалды. Жолдасұлы Сәкен 1979 жылы дүниеге келіп, небәрі 29 жасында 2008 жылы дүниеден озды. Алласіне не шара, қамшының сабындай ғана қысқа ғұмыр, біреуге ерте, біреуге кеш келетінін әуел бастан Алла тағала тарапынан тағдырымызға жазылып берілгені ақиқат. Сәкенім, жанған жұлдыз ұлым менің, өшкендей ме өзіңсіз нұрым менің, қапияда өзіңнен айрылғаннан біраз жылдар өтті, жоғыңа бүгін сенің. Нағашыбай баласы Алдаш 1963 жылы Қазалы қаласында дүниеге келген. Мектеп бітіргеннен кейін әскерге аттанып, отан алдында борышын өтеп келіп, бірнеше салада адал қызмет атқарған. Өз ісіне адал, жүзі жарқын, бауырмал, кішіпейіл болатын. Елгезек, қолынан келгенше көмегін беруге дайын адал жан еді. Небәрі 49 жасында 2012 жылы дүниеден озды. Артында 2 ұл, 1 қызы қалды. Нағашыбай баласы Қосшар 1943 жылы Арал ауданының Қосшар ауылында дүниеге келген. Саладағы алғашқы еңбек жолын Қарағанды қаласының Ағадыр станциясында вагон жөндеуші болып бастаған. 2 жыл аталған станцияда жұмыс істеп, тәжірибе жинақтаған соң 1963 жылы Қазалы вагон пайдалану депосында жұмысын жалғастырды. Бірте сатылап өсіп, депоның вагон шебері, Қызылорда техникалық қызмет көрсету бекетінің шебері. 1976 жылдан бастап, осы бекеттің бастығы, депо директорының орынбасары қызметтерін абыроймен атқара жүріп, вагон шаруашылығының дамуына бір кісідей үлес қосады. Бір 1985 жылы саланың жоғарғы марапаты құрметті теміржолшы төс белгісімен марапатталды. 2006 жылы еңбектегі адал қызметі деген медальмен марапатталды.
сол жылы зейнетке шыққаннан кейін де қарап отырмай 10 шақты жыл Марал Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде басшының вагон пайдалану жөніндегі орынбасары қызметін абыроймен атқарды. 54 жыл бар ғұмырын теміржол саласына арнады. Теміржол саласының барлық сатысынан өткен, білімі мен біліктілігі келіскен, сауатты маман болған. Өзінің айтуы бойынша жарық-жұрық еткен форма киіп жүретін теміржолшыларға бала кезден қатты қызыққан. Мен де теміржолшы боламын деген байлам сол кезде ақ пайда болып, балалық арманның жүзеге асқаны сол, жай қатардағы теміржолшы болып қана қойған жоқ. Құрметті теміржолшы атағына ие болған. Көңілге қаяу түсіре берді-ау күндерек. Жаныма жалғыз жетіспейді әке бір керек. Аңсарым ауып, сүлдемді сүйреп іздеймін, үй маңын шарлап, елесін кезіп жүрме деп. Елес боп әке сенің бейнең бүгін. Өтуде сағынышпен әрбір түнім, сырымды айтам әркез естелікке, жансыз бейне қадалған суық жүзге. Әке, сізді сағындым бір көрінші. Елес болып тым болмаса келіп тұршы. Әр қашан ақылыма ақыл қосып, балам деп маған әркез күліп тұршы. Еске алдым әке, сізді көзге жас келіп. Естісіз бе, білмедім айтарын аз көп. Анам менен қалдырып жалғыз бізді. Сезесіз бе, сағындық біздер сізді. Әке, сізді сағындым, сездіңіз бе? Жан жетпейді ғаламда өзіңізге. Қапыда айырылып өзіңізден, білмедік бұл өңіміз бе, түсіміз бе? Құранды бақштап жатыр имам. Бақ берсін деп Алладан бізге қалған. Бар туған қолын жайып отыр бүгін. Еске алып, өзіңізді сағынғаннан. Еске алып, өзіңізді сағынғаннан. Көңілге қаяу түсіре берді-ау күндерек. Жаныма жалғыз жетіспейді әке бір керек. Аңсарым ауып, сүлдемді сүйреп іздеймін, үй маңын шарлап, елесін кезіп жүрме деп. Сағындық әке, сағынды сені балаларым. Сағынды әке, сағынды немере ұлдарым. Сағындық әке өзіңді. Ал ағайын туған жора жолдастар, ағалар, мынау сыйлап, біздің мынау 60-шы пайғамбар жасына келген тойымызға келіп жатсыздар. Қадамдарыңызға нұр бітсін. Сіздердің де оттарының басында сіздерге де осы пайғамбар жасынан асып, Алла тағаланың берген жасын жасап, отбастарында той, думан, күлкі, қызық, бақытты өмір болсын. Сіздер бала шағаларыңыздың рахатын көріңіздер.
не айтамын, мен өзім былай толқып тұрып сөйлей алмай тұрмын. Өзім де бұрын көп аса сөйлей бермейтін едім. Bir ұрысқанда болмаса. Көп алғысымды айтамын сіздерге. Рахмет. Жасыңа жас қоса бер. Мен сізге жаңағы 100 жаса, 200 жаса дегенменен оның бәрі Алла біледі, бір Алла. Алла не қандай жас береді, сол жасты жақсы, күлкілі, қуанышты, езуіңнен күлкі кетпей өмір сүре бер. Біз соның куәгері болып, анда-санда келіп, бетіңе бір қарап кете берейік. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын қалайық. Алла тағала семьяларыңда, кәсіп орындарыңда бақыт берсін. Зор денсаулық берсін. Осындай болып өсе беріңдер, көбейе беріңдер. Жасаған Алла. Бір Алладан тілейтініміз осы сіздерге. Жасаған Алла, мынау жүрген жерлерінде ойын думан қылып, қуаныш қылып жүре беріңдер. Нандарым көп болсын, қайғыларым жоқ болсын. Алла тағала қайда барсаңдар да аман болыңдар. Мынау пойыздарың көбейіп, мінетін адам сыймай жатсын соған. Сау болыңдар. Ал мынау ағайындар, балаларым, қарындастарым, Аллаға шүкір, мына сіздерге еріп, мына жаңа жылда 18-ші жылдың да басына күтіп жатырмыз. Бұл 18-ші жыл бәрімізге де жақсы жыл болсын, отбасымыз аман болсын, бала-шағаларымыз бәрі Алла өмір беріп, кәсіптеріне жақсы жұмысын істей берсін. Енді барлығына да қуаныш тілеймін. Осындай тойда кездесіп, біріңмен бірін Алла тағала құшақтасып, амандасып жүре беріңдер. Жаманшылықтарыңды көрмейік. Алла отбасыларыңа аманшылық, қуаныш, зор байлық берсін. Мынау істеп атқан кәсіптерін Алла ұзағынан берсін. Көбейе беріңдер. Көбейіп, мені де жұмысқа шақырып қойыңдар сосын. Адамды жеткізе алмай, сол мені жұмысқа шақырсаң, Алла тағала ұзағынан берсін. Енді мені бірінші осы етегімнен тартып, ағамағанды жас арасында. Бүгін десем, Мұратжан екен. Шүкір Аллаға. Мінекей. Мен сіздерден жақсы шықтым пенсияға. Мен өзім 27 жыл істеп, бір жерде сонан жұмыстан шыққан адамым. Мінекей. Сол істеген жұмысым бұндай мені сыйлаған жоқ. Енді бәрінде айтамын, мен өкпемді. Мұна құдам мені даже ничего, бәрімізде аман болайық, жасаған Алла. Мұратжан бақытты бол. Мына дастархандарыңа береке берсін, отбасыларыңа береке берсін. Кәсіптеріңе береке беріп, Алла тағала онан зор болып өсе беріңдер. Мұна бағана мен айтып кеттім ғой, депо салайын деп жатыр екенсіңдер деп. Сол депо салған мен
енді маған бір тіліме келген шығар осы. Сол қабыл болсын. Ұзағынан берсін, ұзағынан болсын. Барлықтарың, отбасыларың аман болсын. Мынандай қуанышқа, мынандай жаңа жылға жете беріңдер. Алла тағала осындайға мені де сүйретіп шақыра беріңдер. Қабыл болсын бәрі. Нағашыбай әкеміздің күйеу балалары. Дауылбай баласы Нұраттин 1940 жылы дүниеге келген. Темір жол саласында ұзақ жұмыс атқарған. 2009 жылы дүниеден озды. Өтеш баласы Уәлихан 1948 жылы Шиелі ауданында дүниеге келген. Темір жол саласында адал жұмыс атқарған. ...2005 жылы дүниеден озды. Зада апамыздың күйеу баласы Оразымбет баласы Өтесін 1939 жылы дүниеге келген. Темір жол саласында жұмыс атқарған. 1992 жылы дүниеден озды. Тұрғанбай әкеміздің күйеу баласы Тасболат 1957 жылы дүниеге келген. Небәрі 37 жасында 1994 жылы қайтыс болды. Жолдас бауырымыздың күйеу баласы Ертуғанұлы Жаңабек 1979 жылы дүниеге келген. Небәрі 26 жасында 2005 жылы қайтыс болды. Асқар тауым, өзің едің салмақтым. Сәлбекке өрлесем сен мақтандың. Өзің барда жеткен әрбір жеңісім, ол да сенің арқаңда ғой ардақтым. Сағындым әке, жарқын бейне жаныңды. Кім түсінер қайғы жұтқан жанымды. Жырақ жүрген кей кездері жаныңда. Кешір әке, түсінбеген қамыңды. Шың басына қарап тұрып ойланам. Сағым болып бір көрінсең жайланам. Шөлейт жерде жаңбырға еш тоймаған. Мейіріміңді аңсап әке ойғалам. Тамсанамын атқан бақыт таңдарға. Қызғанышпен қараймын әкесі бар жандарға. Әкешім-ау, мына өмір жалғанда бір өзіңнен асалатын жан бар ма? Үлгі болдың маған және бар жанға. Тура жолға бағыт берген жалғанда. Өзің барда қанат қақтым арманға. Өзіңменен бақыт деді-ау әр таңда. Тек жақсылық өзіңменен көргенмін. Бұл күндері мейіріміңе шөлдедім. Әке болдың орның бөлек өмірде. Өзің қалап бұл өмірге келгенмін. Алынбайтын асқар тауым биігімсің. Әкешім, сағынамын күйіп ішім. Көңілім құлазиды сағыныштан. Бұлбұл құстай орманды сағынысқан. Әрқашанда биік сенің қадірің. Сағынышпен қайғыдан мұң тағындым. Өзіңсіз өтіп жатқан күндеріме өкпелеймін бұл сынына тағдырдың. Әкешім, оңашамен қалғанда, сен аңсап сағынамын жалғанда. Алланың бұйрығына дауа бар ма, өзі берген өмірін өз алғанда. Жылдар өтті, сіз жоқсыз арамызда. Жылап қала бердік біз артыңызда.
орның қалда ойсыра басыл әке, еске алып өзіңізді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жана кетай, аңсаймыз да сағынамыз. Арамызда Құран ғана жалғаған, пендеміз ғой, дұғамыз бар арнаған. Жәннат үйін жаныңда аралатсын, жаратушым жанына паналатсын. Әкешім, оты бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар, ел менен ер намысын, тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Әкем менің асқар таудай ереді, бір бойында жақсылығы мол еді. Әрбір іске сабырлыда салмақты, еш адамға артық сөзі жоқ еді. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына. Көзімізге ып-ыстық жас келеді, сағынып сізді, әке еске алғанда. Жатқан жерің жәннаттың төрі болсын, жан әке топырағың торқа болсын. Иманыңыз мәңгілікке жолдас болып, әруағыңыз ұрпағыңды қорғап жүрсін.